Сөзсіздер, қате қолданыстар сөздігі. Сөздікте республикалық бұқаралық ақпарат құралдарынан жиналған қате қолданыстағы сөз сүркесі түрінде нақты мысалдармен беріледі. Берілген мысалдардың лексикалық, грамматикалық, орфографиялық, орфоэпиялық, пунктуациялық, стильдік қатенің қай түріне жататындығы көрсетіледі. Ондай қателерге жол берілуінің себептері айқындалып, қолданылуға тез дұрыс нұсқасы ұсынылады. Сөздік журналистерге, филологтарға, қазақ тілінде дұрыс сөйлеп сауатты жазуды мақсат ететін көпшілік қауымға арналған. Қартаева Тәттігүл. Сыр арал этнографиясы. Бұл зерттеуде 19-20 ғасырдың басындағы Сырдария өзенінің төменгі ағысының бойы, Арал теңізінің шығыс, солтүстік шығыс жағалауы қазақтарының дәстүрлі этнографиясы, өңірдегі қазақ ауылдарының дәстүрлі келбеті сипатталған. Айталы Амангелді, ұлттану. Философия ғылымдарының докторы, профессор Амангелді Айталының қаламынан туған бұл кітап ұлттану теориясы бойынша қазақ тілінде жазылған тұңғыш еңбек. Әрі монография, әрі оқу құралы қызметін атқарып тұрған зерттеу және ғылымның мақалаларында ұлттық қасиеттер мен құндылықтар, ұлттық мемлекет, мәдениет, идеология, дін, тәрбие секілді өзекті мәселелерді ұлттану теориясы негізінде бүгінгі күн тұрғысында сөз болады. Ахметбекұлы Алмас. Жұмекеннен 100 өлең. Кітапқа автордың Жұмекен поэзиясына талдау жасаған ауқымды еңбегі арқау болды. Жұмекен ақынның көркем өлеңдерін біліп оқу, сезіп, түсініп, түйсініп оқу ол көркем ойлауға жетелейді. Кітап өлең сүйер қауымға және оқу орындарының шәкірттеріне арналған. Қалижан Уәлихан. Жамбыл. Уәлихан Қалижановтың «Жамбыл» атты роман-этюды жыраулық, айтыс өнерінің көрнекті өкілі, ғасыр Гомер атанған екі заманның куәсі Жамбыл Жабаевтың өміріне арналған. Мәмбетов Әзербайжан. Менің өмірім театр. Қазақстанның театр және кино өнерінің әйгілі режиссері, халық қаһарманы, КСР-ның халық әртісі, КСР және Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты Әзербайжан Мәмбетовтің көрнекті шығармашылығы тағдырлы адам болды.